Намаскар. Адасып кеткен ойды қайта-қайта қайтарған кезде біздің ерік жеріміз шыңдалады. Бұл күнделікті өмірде де бізге көмектеседі. Жасаймын деген істеріңізді жасай алатын, жасамаймын деген істеріңізді жасамайтын, қалаймын деген істеріңізді қалап, қаламаймын деген істеріңізді қаламай жасамайтын сондай ерік жеріңіз шыңдалған жан боласыздар. Бұл менің өзімнің тәжірибемде 3 жыл бойына осылай жасап жүрмін. Йогтар мақсатына жетпей қоймайтын өте мықты жандар. Олар жолдан таю, бір нәрселерге, кедергілерге, қызығушылыққа тап болып тұрып қалу деген жоқ. Оларда алдарынан мақсаттарын көріп тұр, тура жолмен соған жете алатын өте мықты жандар. Бұл қасиет, қабілет медитация кезінде шыңдалады. Енді қазір ойды, назарымызды бір жерге шоғырландыруды қарастырайық. Бұл ұғыну. Өзіңізге үнемі есеп беру, дәл қазіргі секундта мен не ойлап тұрмын деген. Ұғыну болмаса, ой адастырып бізді алып кетеді. Ұғыну кезінде біз ойды басқарамыз. Бұл медитация кезінде шыңдалады. Сіздің әлеміңіз үлкейе бастайды. Зейін, ықылас қоя бастайсыздар. Бұрын елемей жүрген нәрселеріңізге келіп, барлық нәрселерді байқап жүретін боласыздар. Медитация жасап бастадыңыздар, сіздің ниетіңіз бар. Осы ниетіңізді мықты қылып ерік жеріңізді шыңдаған кезде, сіз адасқан ойды бірден қайтарып алу қабілетіңіз артады. Және бұл кезде біздің энергиямыз құртылмайды, энергиямыз сақталады. Энергияңыз мықты, жарқырап тұрған жан бола аласыздар. Және бұл сыртқы нәрселерге әсер ете бастайды. Медитацияда трансқа кіру, ұшу, бұл 100% меңгерген кезде болады. Біз бұл жағынан қарастырмаймыз. Осы жағынан қарастыратын болсақ, соңын қарастыратын болсақ, ол тұрақты болмай, сіз жоғалтып аласыз. Біз саты-сатысымен өтіп, ерік жігерді шыңдап, ниетімізді мықтылап, ұғынуды, ойды басқара алуды осындай еңбектенген кезде, сіз 100% еңбектендіңіз деп айта аламын. Бұл кезде бізге байсалдылық, салмақтылық келеді. Бұл медитация кезінде даму деген міне осы. Өмірге деген қызығушылығыңыз арта бастайды, нәтиже көре бастайсыз, ақыл ойыңыз арта түседі, миыңыз, жадыңыз жақсы жұмыс жасай бастайды. Осы кезде сіз біреудің айтқанын жасайтын емес, біреудің құлы емес, өзіңіздің ойыңызды, ақыл ойыңызды дамытып жасап, интуицияңыз ашыла бастайды. Интуиция деген ол ақыл ойдың түбінде жатқан нәрсені шығарып алу қабілетіңіз артады. Және 100% осылай өмірді сезініп